Сәлеметсіздер ме? Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау педагогикалық колледжі филология бөлімінің 3-ші курс студенті Сейтқожа Арайлым. Құрметті оқушылар, қалай ойлайсыздар? Мына суреттегі кім? Дұрыс таптың балақай, бұл суреттегі саяхатшы Шоқан Уалиханов. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Тұңғыш саяхатшы. Оқу мақсаты: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөздерді іріктеп жинақы мәтін құрау. Ең алдымен берілген сілтеме бойынша бейнебаянды тамашала. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, негізгі ойды анықтауға бағытталған жауаптарға қарап сұрақ құрастыр. Оқулықтың 197 бетінде. Бұл тапсырмаға арналған дескриптор. Мәтінді оқиды 1 ұпай, сұрақтар құрастырады 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Бұл тапсырмаға саған 10 минут уақыт беріледі. Асықпай сұрақтарды жүйелі құрастыр. Жарайсың. Жасаған жұмыс бойынша өзіңді бас бармақ әдісі арқылы бағала. Таңдаған бас бармақты дәптердің шетіне салып қой. Екінші тапсырма: мәтінді көшіріп, мәтіндегі сан есімдерді құрамына қарай бөліп жазыңдар. Бұл тапсырмаға арналған дескриптор. Мәтінді көшіреді 1 ұпай, сан есімдерді бөліп жазады 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Балақай, бұл тапсырманы орындау үшін саған 10 минут уақыт беріледі. Мәтінді қатесіз көшірде, сан есімдерді топқа бөлуді ұмытпа. Жарайсың. Жасаған жұмысыңды бағдаршам әдісі арқылы бағала. Қызыл түс: тапсырма орындау барысында көп қателесіп қиналдым. Сары түс: тапсырма орындау барысында түсінбеген тұстарым болды. Жасыл түс: тапсырма мен үшін жеңіл әрі пайдалы болды. Үшінші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Дескриптор: мәтін жазады 1 ұпай, сан есімдерді табады 1 ұпай, барлығы 2 ұпай. Балалар, бұл тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Ғаламтор жүйесін қолдануға рұқсат етіледі. Жарайсың. Өз жұмысыңды смайликтер арқылы бағала. Таңдаған смайликті дәптердің шетіне салып қой. Үйге тапсырма: сан есімі бар 10 мақал-мәтел жаз, құрамына қарай талда. Сабаққа қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Қош сау болыңыздар.